Болмаса кел, мына жерге кел, екеуміз қол ұстасайық, мына жерден шығып кетейік, болды, бұндай әңгімелерді қаламайтын болсаң, кел. Жоқ, қара. Істей аласың ба ол нәрсені, екеуміз менімен қол ұстасып, шығып кете аласың ба дәл қазір мына жерде? Шығып кете аласың ба, екеуміз кетейік, болды. Бұндай әңгімелерді естігің келмесе. Жоқ, қара. Қалай кетейік, если сен маған до сих пор менің жаныма бататын нәрселерді болмашы деп жатсың. Сонда сыртта бір нәрсе өзгере ма? Әлде де мен болмашы нәрсе деп айтам, бұл эмоцияның үстінде қабылдамасын бұл нәрселерді сендер. Сен именно, сендер емес, сен эмоцияның үстінде. Мен саған нақты бір әңгіме айтайын. Маған сенсең, дәл осы жерде біз орнымызды мұқтажанға босатайық, екеуміз бір-біріміз таптық қой. Сыртта да өмір сүре аламыз ғой. Жүр шығып кетейік. Келесің ба мына жерге? Шығып кете аласың ба менімен? Шығып кете аласың ба менімен? Міне үндемейді балауса хан. Бірақ Нұржан, ондай таңдауды сіз де осы уақытта қойып тұрсыз. Бірақ бұл қыздың айтқанын түсініп тұрсыз ғой. Үйленіп жобадан шығып кету. Яғни сіздің толық жауапкершілік алғаныңызда содан кейін барып, жаңа өмірге аяқ басуды Сыртта үйленіп те дәл осы жерде той жасап жатыр ғой, жұрттар. Біз де сол сияқты істейік. Мына жерден шығып кетейік. Мына жерде біз отыратын болсақ, ана пікір айтылады, мына пікір айтылады, біз бәрібір ұрса береміз. Ұрса береміз. Одан да лучше сыртта ұрсып, сыртта көрсетпей, мына жерге тек бақытты жүзімізді әкеліп, осы жерде тойымыз жасап кетейік. Қара, хорошо, онда біз екеуміз үйленейік, бірақ осы жерде той жасап кетейік. Жасаймыз ғой, келіп жасап кетеміз ғой. Хорошо. Онда кел шығайық кеттік. Дәл қазір ма? Мен маңыздым ба, орындық маңызды ма саған жалпы? Олай не хочу. Не хочу? Қазір біз сыртқа шығамыз, қайтадан ұрсасын. Мен олай не хочу, например.